Жалпы боксты өзіңіз қашан бастадыңыз? Ең алғаш бокстасқаныңызды есіңізде бар? Енді шын айтсам мен есім білгелі бокста келатырмын. Өйткені бұрын мен алда үйде ағам бокстасқан. Енді сол кісінің салып кеткен жолы болған. Ес білгелі осы бокспен келатырмын шын айтқанда. Ең алғаш жеңісіңіз есіңізде ме? Ең алғаш жеңісім есімде. Тұңғыш рет 2000 жылы Қытайда чемпион атандым жасөспірімдер арасында. Енді ол жеңіс мен үшін бір шын айтсам өмірімдегі спорттағы бір үлкен жеңісім деп есептеймін өзім. Алда қандай жоспарлар жеке өзіңіз боласыз? Биыл бұйырса осы Астана Арланыстың екінші маусымы басталды ғой, енді команда болсын, біздің еліміз болсын, үлкен үміт артып отыр. Тек халықтың үмітін ақтау, биыл команда және жеке түрде чемпион болсам деген арман бар. Енді жеңіліс тапқанда ел хабардар, сол мәселеге не айтасыз? Енді айтады ғой, енді жау кеткеннен қылышың боққа шап дейді. Оның себеп көрсету ол спортшыға жекшелікке жатпайтын нәрсе. Жеңілдім болды. Тек алдағы бір жеңіспен спортшы болсын, жекті адам болсын, аспанға шығып кетпейді ғой. Шығып кетпеу керек. Бір жеңіліспен жерге кіріп кетпеу керек. Тек алдағы не болады, соны жақсы дайындықпен күтіп алу керек. Енді мына Қанат Исламның бокстан басқа қандай қырлар бар, өнер жағынан неге жақынсыз бокстан басқа жалпы? Бокстан басқа шын айтсам білмеймін. Жалпы мемлекеттің өзінің саясаты қызықтырады шын айтқанда. Тек ұқық басында отырғандардың тек халық үшін жұмыс істеуін, барлық адамдардың өзінің ұлт үшін, өзінің халық үшін жұмыс істесе екен деген сондайды көргім келеді, шын айтсам өзімде. Сол әрбір азаматтың. Демек, болашақта жоғарыға отырам деген ниет бар ма? Жоқ, мен жоғары деген ойлап көрген жоқпын. Мен тек өз ойым, спорт болсын, басқа сала болсын, тек өз елімде еңбек етсем арманым жоқ. Енді боксшы адамның мінезі қандай болу керек? Енді боксшы жалпы әдеттегі адам ұқсас деп ойлаймын. Оның ешқандай бір парқы жоқ. Өйткені спортшы бұл да біздің бір қызметіміз, өзіміздің борышымыз. Оны мен бір нәтиже алдым деп елге арқаланбау керек. Өйткені ол біздің азаматтық, өзіміздің істеуге тиісті спортшының өзінің борышы. Әрбір спортшы оны солай ойлау керек. Жаңа айттым ғой, бір жеңіске жетіп көтере алмай қалады, или жеңіліп қалып жерге спорттан кетіп қалатын көп азаматтар болады. Өйткені жігіт адам бәріне шыдау керек деп ойлаймын. Енді артыңыздан өсіп келе жатқан жас боксшыларға үлгі насихат ретінде не айтасыз? Биік дәрежеге жету үшін әрине болады. Бұл спортта шаршататын жеңіс пен жеңілісті. Әрбір спортшы болам деген жас жігіт бірінші осыған қатты дайындалу керек деп ойлаймын. Имандылыққа қаншалықты жақынсыз? Құдайға шүкір, әке-шешем, ата-бабамыз бар мұсылман. Құдайға шүкір 5 уақыт намазымызбен жүріп жатырмыз. Қанат ағаның мінезін айт, салмақты, рингте де солай, салмақты, қатты немейді. Өз-өзін ұстайды, рингте жақсы. Қанат ағаның Аллаға шүкір, тұрғаны болатын, әлхамдулилlah. Енді ол қанша жыл тер төккендікі, қаншама дайындалып, сол автоматизм істеп